сәлемнің түр-түрін беріп жатырмын. Өйткені шықсақ, ана өзінше кісі болып қапты. Дұрыстап сәлем бермеді деп бастап кетпесін деп. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қош келдіңіздер, құрметті ақжаулықты аналар, асқар таудай ағалар, күлімкөз қарындастар, бауырлар, және басына орамал тақпайтын жеңгейлер деп қойайын. Қош келдіңіздер. Менің есімім жақсылап танысып алыңызшы. Есімім Берік. Күлпәш демей тұрғанда айтып қойайын атымды. Айтпесе қазір уже қорқатын болды. Қай жерге барсақ та, әжептерім өзімше кіріп барсаң, Күлпәш келді. Қазір дұрыс қалды сәл. Күлпәш аға дейтін болды қазір. Ағасына рахмет. Осы Күлпәш деген аттан құтылайын деп, жылда ана сериалдың соңғы сериясы түсіріліп біткен күні, бітті съемка, осымен бітті деген күні ана сары фартукты адыраспанмен аластап, басынан 10 рет айландырып лақтырамын. Болды, бұдан кейін ойнамайын, бұл соңғысы осы. Бұдан кейін бұл киімді кимейміз деп. Бірақ енді әртістер кішкене көңілшек келеміз. Оны мойындайық. Көңілшектеу боламыз, біз ғана көңілге қарап қаламыз. Кез келген әртістің қасына бар, бұл мейлі. Ойбай бетіне бар тапқанын, бетін жылтыратып, бар тапқанын астына мініп, блатной болып тұрса да, қасына бар бір-екі ауыз мақтап көріңіз. Бос шеле құсап, даңғарайды да қалады ана. Кез келген әртіс сондай. Бізде сол көңілшекпіз. Кейде мен өзім Құдайға шеберлігіне сонша риза болам да таң қалам. Құдайдың шеберлігіне бар ғой. Мынау көңілшек байғұс бұны еркек қылып жаратайын деп еркек қойғанына шүкір. Әйел болғанда не болар ем? Әр жігіттің көңіліне қарап осы күнге дейін 5-6 байға тиіп шығып, алдарыңызда отырарым, сәлеметсіздер ме деп. Сол көңілге қарап, ана хат келіп жатады көп деп бізге. Ойбай, осы сериалды көрсек, бір демалып, миымыз демалып қалады. Бала шағамызбен шай ішіп көрген жақсы екен осы сериал деп атады. Біреулер осы сериалдан мотивация аламыз деп атады. Өткенде бір келіншек жазып берді, жастау келіншек болса керек, дайрекке хат жазып берді. Берік аға дейді, жақында күйеуіміз екеуміз қатты ұрысып қалдық. Содан ажырасатын болып шештік. Ол боқтап, оралап сыртқа кетті. Мен киімдерімді ашуланып чемоданға сабатқам. Бір уақытта көзім түсіп кетіп еді, телевизорға зың-зың Күлпәш болып отыр екен. Содан қайта-қайта көзім салып, қайта-қайта құлағым салып жүріп, бір кезде ашуымның қайда қалған білмеймін, чемоданда киімде жайына қалған, телевизордың алдына отырып алып, мәз болып, бәрін ұмытып, тырқылдап отқам, күйеуім кеп қалды. Мені көрді, ол да сәл ыржиды дейді. Сөйтіп екеуміз ажыраспайтын болып шештік деп жазып жіберді маған. Сосын мен ойланып қалдым. Ойпырмай, менің жасап атқан дүнием естіп, біреудің отбасын сақтап қалатса, біреудің көңілін көтеріп атса, біреуге мотивация беріп атса, онда бекерден бекер қатын болып жүрген жоқ екен біз ғой деп қалдық бізде. Сөйтіп көңілге қарап атырмыз ғой. Содан шығып атымды айтып атқанымда сол Күлпәш демесін, Берік десінші деп. Мен баяғыда анау Нұржан, енді сіздер тука дейсіздер ғой. Нұржан досым өзінше ренжіп отыр. Азан қойып шақырылған атым ұмытып кетті, бәрі тука дейді деп. Мен айтам да, сен риза болса еркектің атын айтқан. Күлпәш болса да жүріп қойын демей деп. Шымкенттен келгендегі мақсатымыз бір 2 сағат болса да осы халық көңіл күйін көтерсек, 2 сағат болса да бір проблемасын ұмытса, кредитін ұмыта тұрса дейміз ғой әйтеуір. Сіздер де жақсылап тамашалап, жақсылап көріп, арасында шапалағыр бүйеу деп қойсаңыздар, білесіздер ғой әртістер сәл 99 болады өзі. Бүйеу деп қойсаңыздар болды. Болды ғой, естіп қойсаңыздар, мына жерде өзімізбен өзім ақ пен көктер бола береміз. 20 жылдан асып қалды сахнада жүргенімізге, қазір өз сахнада тұрып, өз сіздердің көздеріңізге қарап көрермендердің приблизительно не ойлап отқан түсіне беретін болдық. Сынамаңыздар, сіздерді көп сынап келеді. Өйткені анау біреулер жаңа тойға тамада іздеп отырады концерттің ішінде. Әсіресе жеңгелер қауымының сынағы өте қиын болады. Концерт басталғаннан сынақ басталады. Ойбай, мыналар телевизорда көргенде нормальный сияқты. Живой көрсең быт-шыт екен ғой түрлері деген сияқты. Осындай сынақтарымыз басталып кетпесін. Сіздер боп, біздер боп бүгінгі думанымызды қызық өткізуге тырысайық. Біріңіз анаңызды, біріңіз келіншегіңізді, біріңіз қарындасыңызды, мінекей әйелдерді әкеліп өйстіп концерт көрсетіп отқан еркектерге рахмет, ішіп алып концертті үйінде көрсетпей. Осындай концерт жақсы емес пе? 2 сағатта бітеді. Анау концерт басталса таңға шейін созылады ол. Осындай бейбіт заманда
Bir-birimizбен күліп қауышқанға не жетсін. Құдай соғыстан сақтасын. Баяғыда соғысты телевизордан көріп, кітаптан оқушы ек, қазір міне көзбен де көріп жатыр. Құдай сондай сырттың соғысынан сақтасын. Біздің өзіміздің ішімізде қырғын соғыстарымыз бар, соның өзі жетеді бізге. Сол емес пе? Барлық соғыс бітсе бітетін шығады, бір соғыс бар екен, өмір бақи бітпейді. Еркек пен әйелдің арасындағы. Жан-жақтарыңызға барлап қарасаңыздар болады. Біраз соғыс ардагерлер отыр бір жерде. Бұл соғыстың ең жаман жері күні бойы атысқан жау түнде көз бақырайып қасында жатады. Не оны атып тастай алмайсың. Бұл бір соғыс. Одан кейін басқа соғыстар ұлттағы айдан біздің қазақ халқында қатты бір дамыған соғыстың түрі бар. Бұл ене мен келіннің арасындағы соғыс. Солай ма апа? Рас айтып жатырмын ба? Соғысып жатсыздар ма? Жеңіс тілеймін сіздерге апа, жеңіңіздер. Бүгінде біз кешімізде, мынау жан-жағымызда, көршілерімізде, шетелдерде болып жатқан дүрбелең соғыстардың бәрі бізді де мазасыз қалдырмайды. Біз де өзімізше мазаланамыз. Бізде де кішкене ми бар ғой, ойланамыз, мазаланамыз. Бәріңіздің басыңыз қосылған кезде сол дүниеде болып жатқан соғыстар жайлы біз де өз ойымызды кішкене айтқымыз келді. Бүгінгі кешімізді соғыстан Құдай сақтасын деп тақырыбын қойдық. Олай болса, қазір жаңағы мен айтқан соғыстар да болып жатады. Ал енді мынау дүниеде болып жатқан соғыстар жайлы өз ойымызды біз әрмен қарай кішкене бір әнмен жеткізсек деп тұрмыз. Қабыл алыңыздар. Олай болса, біз бастаймыз. Çakımsındır, şer bizdeki değilsindir, sendir yerde kızsındır. Hoppa, hoppa, soğuslanlar tokta, gül koranlar jerbeten, oramanlar otka. Kundu bozuk kelisken, ötüde ömür soğusben, Palestina yevreynen, Ukrayin'de Rusben. Hoppa, hoppa, başka terlik şoppa. Жетеді деп шамамыз, шарасызды соқпа. Шығарам деп жаныңды, көрсетесің әліңді. Ашуланса жер ана, тұр сілкіндер бәріңді. Тоқта, тоқта, қандай саған оппа. Кінәр іздеп өзіңнен жатқа жала жаппа. Малын жоқ деп мұнайға, батып жүрген тұройға. Соғыс құмар бәделет, адам қымбат Құдайға. Тоқта, тоқта, ұят бар ма жоқ па? Бір есімі Алланың, Халыққа оқ атпа. Артқан шығар көп, түркі тілдес туғандар, бірігіңдер тұран боп. Оппа, оппа, біз айналса топқа, сермеп қайтар дұшпандар, қылыштарын шоққа. Нұрын төгіп бар елге, күн ойнасын төбеңде, бейбітшілік орнасын, мынау байтақ әлемде. Оппа, оппа, шүкір деп бар баққа, ашық аспан астында тыныштықты сақта. Бүгін мейрам, бүгін той, қыздар алсын гүлдерін. Еркелеңдер, күліңдер, бұл сендердің күндерің. Оппа, оппа, оранып гүл шоққа, берекені кіргізіп, басилаңдар топқа. Қанша мықты бар ханым, ойлап жүрген ел қамын. Сендерге де мереке, құтты болсын жандарым. Оппа, оппа, оранып гүл шоққа, берекені кіргізіп, басилаңдар топқа.
рахмет. Еркелікті көтеретін жеңгем бар, менің қырсық мінезімді жеңген жан, ыстық суығына үйдің көнген жан. Айдай жеңгем бар, айдай сұлу жеңгелер, жан жоқ мүлде теңгелер. Бал мінезі ақ көңіл, тал бесікті тербеген. Айдай сұлу жеңгелер, жан жүректі емдеген, еркелетіп қоятын сіздердей жан кемде кем. Жасай берші менің асыл жеңешем, айтқаныңның бәріне де келісем, сырларымды сенімен ғана бөлісем. Асыл жеңешем, айдай сұлу жеңгелер, жан жоқ мүлде теңгелер. Бал мінезі ақ көңіл, тал бесікті тербеген. Айдай сұлу жеңгелер, жан жүректі емдеген, еркелетіп қоятын сіздердей жан кемде кем. Айдай сұлу жеңгелер, жан жоқ мүлде теңгелер. Бал мінезі ақ көңіл, тал бесікті тербеген. Айдай сұлу жеңгелер, жан жүректі емдеген, еркелетіп қоятын сіздердей жан кемде кем. Ауылда жалғыз жүргеннен басқа жұмыс қалмады. Жас келді, қатарымыздың көбі кетіп қалды. Сөйлесетін кісі таппай қиналам кейде. Жастар сөйлеспейді емес, сөйлескенсіп қашуға асығып тұрады. Бірақ оны біз біліп тұрамыз. Қазір енді сөйлесетін адамдарым 3 жасар, 4 жасар немерелер болып қалды. Солар ғана махаббатпен тілдеседі, сені іздейді. Шүкір олардың да барына. Балалар да жаман емес. Әкелеп сыйлайды, тойыңды жасап берейін дейді. Маған тойдың не керегі бар?
70'den astık. Katarımızın köpsü ketті balam. Toydun қажеті жоқ desem de koyar da koymay. Toyыңды жасап берем әке деп. Toyымды жасады. 100 адам шақырып еді. 90'ы өзінің достары. Коллективі. Оны өзінің нағашылары. Бірақ той менікі. Олар мені танымайды, мен оларды танымаймын. Ойбай әке, бұл сіздің тойыңыз. Сіздің тойыңыз құтты болсын деп шешелеріне алтын тағады. Әке, сіздің туған күніңіз құтты болсын деп шешелеріне шуба кигізеді. Мен бір тұрған чучела. Мені алдап, шапан жауып қояды маған. Ол шапанды қай мезгілде киетінімізді Құдай білсін. Жазда киіп ек, ыстықта өліп қала жаздадық. Қыста киіп ек, қатып қалдық. Не бетімен берген? Әке, тойыңызды қалал қып істедім дейді маған. Мақтанып. Шырағым, маған мақтанба. Сен бүгін қалал істедің деп жаңалық ашма, шырағым. Біздің қазақ, ақылым заманнан тойын қымызбен, қымыранмен өткізген, шырағым. Оны қазақы той деп айтады. Қазақы той деп айт, шырағым. Халал деп әрбір жақсының қадірін қашыра берме. Қазір моды болды ғой халал. Көшеге шықсаң бәрі халал. Халал колбаса. Халал монша дейді. Ол қандай монша? Киіммен баратын монша ма? Халал есто дейді. Машинаңды жуып кіресің ба, қалай кіресің ол естоға? Бір келін кепті, шырағым. Ата, жұмыртқа алыңыз. Халал жұмыртқа. Жұмыртқан халал болатындай немене? Қоразың сүндеттелген бе? Тауығың дәрет алып туып ба? Алейкум ассалам. Қалайсыз, денсаулықтарыңыз аман десең, көке? Шүкір бала. Танымадыңыз ау деймін, көке? Енді жыға танымай тұрып, қайдан жүрген баласың? Көке, оралым ғой, ана баяғы сіздің досыңыз, класстасыңыз Көшердің баласын. Ей, Көшекең баласың ба? Көшекең Ой, баласын. айналайын шырағым. Қалың қалай? Жақсы, көке, аман десең. Бала. Әкем сәлем айтты сіздерге. Саламат болсын, әкең қалай? Әкем жақсы, көке, сол өткенде 70 келген тойын түседік. Сөйтіп анамды қажылыққа жібердік. Қабыл болсын. Рахмет, әмин. Сол енді көке, мынау әкем айтты, ауылға бар, елге барып қайт деп. Осы ауылдан кеткенімізге 20 жыл болды. Ана 19 жасар кезімізде кетпіз, жасымыз 40-тан асты. Ауылға бір елуге қол басамайды. Баяғы біз кеткен кездегі ауыл емес, өзгеріп кетті ауыл бірақ. Енді ауыл өзгереді ғой. 50 жылда ел жаңа деуші. Қазір 2 сағатта ел жаңа. Үйге кіріп шықсаң бір здания соғылып тұрады әйтеуір. Сонымен енді осы ауылға келіп, үлкен кісілердің қолына алайық, батасын алайық деп арнай барып қайт, елге сәлем болсын деп әкем жіберді сіздерге. Рахмет, бата сұрасаң, бата береміз. Соны анау ниет қылып жатырмын, көке. Бір дастархан жайып, үлкен кісілерді шақырып, бір шай берсем ба деймін. Не үшін? Депутат болайын деп атсың ба? Жоқ, депутаттың қатысы не? Біздің ауылда депутат болатындар ғана шай береді шалдарға. Жоқ, көке, ондай емес. Кәдімгісін адал ниетпен, ақ пейілмен, үлкен кісілерге дастархан жайып, әңгімелерін естіп. Олың бір оңысы болған екен. Бірақ енді біздің қатардағыларды шақыратылмасаң, енді көбісі кетіп қалды ғой үлкендер. Кімді шақырмақшысың? Енді анау баяғы біз білетін жоғарыда тұратын Намысбек көкем бар. Жоғарыдағы намыс ба? Шырағым, ол кетіп қалған ғой. Намыс көкем кетті ма? Сен ауылдан кеткеніңе қанша жыл болды? 20 жыл. Сенкі 20 жыл болса, біздің ауылдан намыстың кеткеніне
10 жыл болып қалды шырағым. Ой, иманың саламат болсын көке. Намыс жоқ қазір ауылда. Онда анау намыс көкемден 2 үй төмен тұратын Әбүйірбек көкемдер бар еді баяғы. Қайсы? Әбүйірбек көке. Абүйір ма? Намыс кеткеннен кейін абүйір де кетті ғой. Иманың саламат болсын, оның ешқайсысын естімеппіз біз орақ көке. Енді намыс жоқ, абүйір жоқ ауылда қазір. Кетті ғой бәрі. Ана қадыр бар еді сеніп отқан. Ол да қашып кетті қазір. А қадыр қашты ма ауылда? Ана қадыр көкеңді білесің ба? Білем ғой баяғы. Ол ауылға қандай қызмет жасағанын білесің ба? Енді шет жағасын естігенбіз. Қашыртты ғой соны. Ана абүйір кетіп еді, абүйір оны кришасы еді ғой. Абүйір кетіп еді, қадырға тиісіп бәрі. Тап-тап аяққа. Бүкіл документін бәрін өткізді да ауылдан қазір. Қадыр да қашып кетті ғой. Онда анау Қасиет апам да бірге кеткен шығар енді Қадыр көкемнің әйелі. Енді Апамыз. Қадыр кеткеннен кейін қасиетті кетеді да. Қазір жоқ ешкім ауылда. Ана Береке апамдар қаяқта көке? Ауылда шығар? Кім? Береке апамдар. Береке ма? Береке де кетіп қалды ғой. Ойбуй. Қолың шошаңдата бермесе, қалаға кетті ол. Қалаға кетті енді. Немене білем, қолың шошаң кетті. Дайын тұрады екенсің. Имам емессің ғой сен. Жоқ көкем. Оның ішінде қалсын. Ой, анау көке бұлардың бәрі не үшін кетіп жатыр енді? Кеткенде кетем деп кетпейді ғой. Ауылдан кімнің кеткісі келеді? Ана намыс өлгеннен кейін ауылда намыстың орнына соның үйіне ана қымбат деген бәле көшіп келді ғой. Сол қымбат құртып жатыр атаңа қоқи. Бүкіл ауылға зияны тиіп. Ана береке кетпейтін еді, сол бас сыйыспады. Қалай қымбат көшіп келді? Ауылдан береке кетті ғой. Сразу кетті. Ана ақаң досым ауырып қалды. Сол қымбатпен төбелесем деп. Ақаң дегеніңіз қайсы көке? Кластасым, ақиқат. Ақиқат көкем, ақаң? Сол ана қымбаттың жағасынан алып, сен неменеге ауылдың берекесін, неменеге сен осы ауылға тиыштық бермейсің деп, екеуі төбелесіп, көшеде. Ешкім ажырата алмады ғой. Абырой болғанда ар жақтан мешіттен сабыр шығып сол ажыратып жіберді. Баяғында Иман көкем баласы ма? Сабырға рахмет. Қазір бір жиында даудамай болса полициядан бұрын сол сабыр кеп жатыр. Сабыр ажыратып жіберіп жатыр ғой қазір. Рахмет сабырға. Сол ынтымақ жоқ. Менің кластасым. Ол кісі қайда кетті көке? Оны таппай жүрміз. Өткенде сұрастырсам, розыскыда дейді. Ынтымақ бар. Сол барды жақсы еді. Оның қасында жүретін өзінің достары бар еді. Бақыт, Дәулет, Ырыс, бәрі бірге гәп ойнайтын. Ана Бақыт нем ынтымақтың үйінен шықпайды ғой ауылда. Кетіп барады да, Бақыт, кел шай ішеміз, қайда барасың десем, ынтымаққа баратын деп жүретін. Ол да жоқ қазір. Ол кісі де кетіп қалды ма? Бәрі кетті ғой шырағым. Ауылда адам қамапты ғой онда көке, Ауылда адам қамапты ғой деймін әңгімеңізге қарасам. Мен саған мал болып көрініп тұрмын ба? Жоқ көке, енді анау қатарыңыздың көбісі кетіпті ғой деп жатырмын да, үлкен кісілердің бәрі кетіп қапты деп. Баяғы анау Несібе апам жақсы ма болса? Несібе апаң жақында кеп қалатын шығар, ауылда күтіп отырмыз. Не болды оған? Ит талады ғой Несібені. Ол кісіні ит талап кетті ма? Үлкен кісілерден бәрі кетіп жан-жақтап отырап жатыр десеңші сонда көке. Енді анау ауылдың жастары өзіңіздің бала-шағаңыз бәрі аман есен ба? Бала-шаға шүкір аман есен. Баяғыда менің класстасым тұңғышыңыз Алтынбек қалай? Кім? Алтынбек балаңыз. Алтын ба? Алтыны бар осы. Россияда ол қазір. Сояға оқуға түспен бәлеге қалдым. Сол менің алтынымды жақсы көріп қап бәрі. Осыдан көріп нәрсе шығарамыз деп жұмыс беріп, үй беріп, пропискаға тұрғызып. Ері қарай жібермей қойды ғой алтынымды. Россияда қалды ма? Қалды ғой. Онда жақсы болған шығар енді көке, жайғасып алса, өзгінің өзі көріп атса айтып. Несі жақсы, пайдасы жоқ. Өсіріп өндірген балаңның рахатын көрмегеннен кейін. Енді бірдеңе жіберіп тұратын шығар енді, үйге деп, ауылға деп. Дым да жібермейді. Спичка жібереді, оны не керек берме, спичка. Одан кейінгі тыныштық балаңыз қалай көке? Тыныштық бірде бар, бірде жоқ ауылда. Мен келгенде ұйықтап атады әйтеуір. Мен ұйықтағанда оянама бірдеңе болды. Енді қолыңызда кім қалды көке? Қолда кім қалды? Қолымда үміт қалды ғой қазір. Сол үміт балама үміт артып отырмын.
Сол балам айтып отыр, әке қорықпаңыз, бәрі жақсы болады дейді. Ана қымбатты құртам деп отырса үміт. Сәл маған мүмкіндік бер, өсіп алайын. Сол қымбатты құртам. Қымбатты құртқаннан кейін ана ынтымақты досыңызды әкелемін. Ана береке құрдасыңыз келеді. Содан кейін баяғыдағыдай ауылда жақсы құрдастарыңыз көбейіп жақсы өмір сүресіз деп жатыр. Сен шай берсең айналайын, маған емес, сен үмітке бер. Сонда сен мына ауылдың көрігін келтіреді шырағым. Жүр. Жүрегіммен басқаны тыңдамай, сезімімнің бір өзіне сыңғанай, қажайым болып қиялыма бір талай, күнде көріп жолықпаймыз бұл қалай. Жүрегіммен басқаны тыңдамай, сезімімнің бір өзіне сыңғанай, қажайым болып қиялыма бір талай, күнде көріп жолықпаймыз бұл қалай. Ей гүл маралым, нәзігім, сыңғырлап алыстан тоймаймын, күндіз түн өзіңі ойлаймын, өзіңмен таныспай қоймаймын, бір күні кезігіп қаламыз ба? Ей гүл маралым, нәзігім, ей гүл маралым, нәзігім, ей гүл маралым, нәзігім, ей гүл маралым, нәзігім. Күндізің күнде құлпыр бәрі қалай, аңсарым маза бермейді арман-ай, қалай сөздерім айтылмай қалған-ай, ұмтылып көңілім саған самғадай. Күндізің күнде құлпыр бәрі қалай, аңсарым маза бермейді арман-ай, қалай сөздерім айтылмай қалған-ай, ұмтылып көңілім саған самғадай. Ей гүл маралым, нәзігім, сыңғырлап алыстан тоймаймын, күндіз түн өзіңе ойлаймын, өзіңмен таныспай қоймаймын, бір күні кезігіп қаламыз ба? Ей гүл маралым, нәзігім, ей гүл маралым, нәзігім, ей гүл маралым, нәзігім, ей гүл маралым, нәзігім. Рахмет. О, несін айтып тұрсыңдар енді маған, не? Бәрін бүлдіріп алды. Басында айт дедім ғой, мен іштеген жасырмаңдар дедім. Ойбай жоқ, бәрі тынып қалады дедім де. Сосын мен де қайдан білейін отыр екен деп бәрін ойпан-тойпан шығарып аласыңдар да, сосын білмеймін несіне звондайтындарымды. Бүлдіріп алды. Басында айту жоқ қой сендерге, басында айту жоқ. Неменеге айтпайды екен, немене? Шындықты айтсаң жақ. Шындықты айтсаң жақпайды сендерге, көздерің шытынап шыға келеді. Естілмейді дауыстарың, алыстан естіліп жатыр бір. Өңгірге тұрып аласыңдар да, телефонды жақындатып құлақтарыңа қойып, ойбай, құлақтарыңа қойып айтсаңдаршы, айналайындар, марқ-марқ етіп. Кімді айтты? Айта береді, маған да сөйтіп айтқан. Маған да сөйтіп айтқан, бірақ мен сенген жоқпын ғой, әркімнің өзі біледі. Ми бар шығар, не үшін ми? Соны жұмыс істемесе.
Жынды болып қалғанмын ба? Берсең бер, өзің білесің. Мақұл. Қоша сен әңгімен көп екен. Кейін звондаш қоқты мақұл. Ой, вот давай. Есің дұрыс па сен? Немнеге аударып жібердің бе? Әжіпте кітап оқып отқан кезде. Ізбасар, сен әлі отырсың ғой, босайды дейсіз. Не қылып отырсың? Не қылып отқан дейсіз? Кітап оқып, кроссворд шешіп отырмын. Енді өйстіп отыра бересің ба, босай енді дейсіз. Киіміңді ауыстырсай. Bir жаққа барамыз бәне. Қойшем, бармаймын. Осы воскресенье, осы зорға воскресеньеға жетем, демаламын. Үш көзек барам. Жоқ, демалсаң демала бер, енді стиралкадан шыққан кір құсап мыз-мыз болып отыра бересің осылай. Киіміңді ауыстырса, пижаммен отырасың ба? Қазір келеді ғой, 5 минуттан кейін келеді ғой енді. Біреу келе жатыр ма? Ой, біреу келе жатыр. Ой, сен ше қорқайын дедім, Ізбасар. Неге? Сен кетіп бара жатыр ғой, памятің неғып бұндай болып бара жатсың? Соны ұмытып қалдың ба, енді тағы ұмытып қалдың ба, айтсам өкпелейсің. Нені тағы? Әй, бір ай өтсе мақұл, бір апта өтсе мақұл. Бір күн өткен жоқ қой, әлі кешке өзің менің ініме Садыққа звондап ауылда. Ертең футбол болады, екеуміз отырып футбол көрейік. Сенмен отырып көрген қызық. Ойбай, келе қал дегесін. Ол айтты, ай, ауылда жол жабық, мал бар, анау бар деп еді, жатып ренжідің. Менің бір айтқанымды сөйтіп қалдың ба, ат-тонын кесем, жездеңнің сөзін жерге қалдырып дегесін. Амал жоқ, сенмен футбол көруге келе жатыр ғой енді. Өйстіп отырасың ба енді? Соның бәрін мен айттым ба сонда? Енді кім айтты, сен айтпай? Біреу есіңде жоқ, мен қашан айттым ба Садыққа оны? Айттым ғой, Ізбасар, сен ше жаман кетіп бара жатыр, сен ше бірдеңе қыл енді. Менен кесе келе берсін, келгеніне енді қарсы емеспін, бірақ қай уақытта звондап мынандай сөз айттым. Әй, кешке айттың ғой, сен қалай ұмытып қала бересің, есіңе түсті ма? Келе берсін бұл. Босай енді, киіміңді ауыстырса қазір. Өлі келді ғой енді, босай қазір киімін жақтырмаған адам құсап жүрсе, Ізбасар. Пингвин құсап, неғып жүрсіңдер екеуі? Ренжімеңіз, ескертпей келгенім үшін. Сұлулық қой, сұлулық қой. Сіз сұлусыз деп атында, сіз сұлусыз. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы? Жақсы ғой, неғып жүрсіңдер? Садық, неғып өсіп, аяқ астынан сондай саласыңдар, бір қонақыға келеді қал сияқты. Ой, ренжімеңіз, айттық қой, ескертпей келгенім үшін ренжімеңіз. Мына жерде жүргенбіз бүгін бір ай болды ғой бізге. Үйленгенімізге бір ай болды. Құшақпен жаным, бір ай болды. Алматының әдемі жерін аралап жүрсем, класстарымыз ондап қалды. Футбол көрейік, досым, футбол көрейік деді да. Содан кейін футболға кетіп тұратым. Сен футболды жездеңмен көрмейсің ба не? Жоқ, класстас балдармен көремін ғой. Соны айтпайсың ба, түсіндіріп басында? Айтпақшы, әпке, мынау келіңіз тастап кетейінші сізге. Немене саған тастап кететін, бір қап картошка ма? Алып кет өзіңмен. Ойбай, футболды бір қап картошкамен көрмейді ғой. Мен бармайын ба? Сен мақырге не сұрадың менен? Үй сұрадым. На, әпкем үй өз үйіңді көр. Сендердің мақырларыңды біздің үйіне ағып жүр. Тұрғана қара шаңырақ, ие болыңдар соған. Нормально, әпке, сәл асығыс тұмын, әпке. Жездеңмен амандассай. Ой, жоқ, сәл асығыс болып тұрмын. Давай, жан. Ой, насылулықты маған айтпаған ғой, түрмен қарағанда. Қалайсыздар әпше? Қалай жақсы? Ай, бетпеңіздер, аяқ астынан апыр-топыр етіп. Не? Мынау мен армандап жүрген куртка ғой, әпке. Жездең алды ғой кеше. Қойыңызшы. Беріңізші, әпке. Садық, осындайларыңды қойыңдар, сен жездең тыжалыңаш қалдырасыңдар бір Кімнің әпкесі сұлу? Сенің. Кімнің әпкесі сұлу? Сенің. Жаным, курткаң құтты болсын деп айтыңызшы. Күрткаң құтты болсын. Рахмет, әпке. Ей, өлен ау. Ой, бір. Әпше, ай, бетпеңіздер, мына үйдің қасындағы магазинге кірсек дым жоқ екен, сонымен құр қол келе салдық. Мейлі енді, азанда ғана барғанда біраз нәрсе тұрған, көтеріп кетпесе. Көңіліңе рахмет енді. Жездемнен ыңғайсыз емес па, аяқ Болды астынан. ғой, поздно, настройкасын туралап. Жезде, сәлем берін. Давай, бақыт бол, кел. Қалайсыздар? Ол тап айналайын, кел. Ешер аман есен бе, бәрі жақсы ма? Иә, Құдалар бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы болсын. Қош келдіңдер, күттік қой кешелі бері звондап келеді деп. Садық қайда? футболға кет достармен. Қайратпен орда басы ойнайын. Қайда кетті? Футболға. Жынды ма? Мен кеше звондап бірге көреміз деп. Дедің ғой, Ізбасар қызықсың сен.
Айттым, осыған ертелік жиналып отырышты. Келді де, жездем әлі дайын емес бәне. Қазір 5 минуттан кейін басталады, онда жолдас балдарымен көрем деп. Кетті де, қалды, ренжіп кетті. Қызықсың сен, үзбәсі айтқан тыңдамайсың, үйтесің, шай қойдың ба? Қандай шай? Мен қоя салайын, мен қояйын. Жоқ, оны өзім де қоям ғой. Сен просто жаңа кетіп бара жатырып, киімді ауыстырып болғасын, онда шай қояйын дедің ғой сен. Мен шай қоям деп айттым ба мен сонда қыз? Енді Шай қоям деп айттым. Есің дұрыс па сен? Мен шай қоям деген жоқ. Ізбасар жаңа ғана өзің кетіп бара жатыр. Айқайламаса сен маған Сен жаңа кетіп бара жатыр. Жоқ, сен кетіп бара жаттың да, онда киімді ауыстырып болғасын, шай қоя салайын жаным. Ой, мен қайыным онда лимонмен, мятымен жақсы көреді. Лимон бар арасында тем более лимон жақсы көрмейді. Келіннің көзінше енді сол сколероз екеніңді білдіріп тұр сол. Жаңа ғана айттың ғой сен, есіңе түсті ма? Есіңе түсті ма? Есіңе түсті ма? Айттың ғой, есіңе түсті ма? Айттың ғой сен. Шай қоям деп айтты ма, жездем? Шай қоям деп айтты ма? Айтқан жоқ па? Айтпайды да, кімнен көрдің сен? Кімнің байын көрдің? Шай қояйын деп айтып жүрген. Айтпайды ғой. Айналайын, сенен көп тәжірибем бар ғой, үйрен сен. Аузың салпайып жүре бермейді. Мына ер азаматтар үйленгеннен кейін бір-біріне бағынады. Әйтеуір біреу бағынышты болу керек. Сен бағындырмасаң, сені бағындырады. А мен оған желанием жоқ ше. Еркекті сен ерексіп бағындыра алмайсың. Сен еркекке бірдеңе істе деші. Иә саған, фифа деп. Көзің көгеріп, фингал, ерексіп, депрессия, зачем? Одан да еркекке сен істейм деп айтып едің ғой, көзің жыбылық тұрсаң. Қашан дейді? Сен айтып едің ғой жаңа ғана десең, ол соған өзі сеніп қалады да. Өзін кінәлі сезініп жүре береді ғой. Ол тактика, манипуляция. Манипуляция? Мен жазып алмасам есімде. Жазып ал, үйренсін. Заметкеға жазып алайын. Есіме түсті. Бәсе мен шай қоям деп айтпаған екен ғой, оказывается. Мен ойландым да, шынымен ана ұзақ уақыт болған жоқ қой. Біз киініп келдік кезде звонок басында жүгіріп келіп қалдым. Вообще шай қоям деп бәсе айтпаған ғой, қай уақытта айттым. Қойғың келмесе қоймай-ақ қой, оны өйтіп неғып қой деп айтты. Қойғың келмесе қоймай-ақ қой, неше уақыттан бері мен қойып жүрмін ғой, үндемей бір шай қоям деп айтып қалдым. Айтқан кезде мен қоймадым деп айтпадым деп жатыр. Просто қою қиын емес, айтпаған жоқсың сен. Айттың ғой, кетіп бара жатқанда. Мен прям шай қоям. Сөйтіп мен киімді ауыстырып болайын да, онда мен шай қоя салайын деп айттың ғой. Енді мен соның бәрін ойдан шығармаймын ғой. Мен өтірікші қылып тұрсам, ол сен келіннің көзінше. Жоқ, мен өтірікші деп ойлаймын. Есіңе түсті ма? Түсті. Ол сен айттың ғой. Ізбасар бірдеңе қылып емделші сен. Өз-өзіңе қарасай, айтпесем сен. Әпші, көз алдында шіргөбелек айналдырып жеріңіз ғой. Біреу айтса сенбейім бар ғой. Сіз сияқты болам мен. Сондай болу керек. Кітапсыз ғой жатқан. Ойбай, скор кітапхана боласың. Сосын бар ғой, сен інімнен қалып кетесің. Футбол қызық емес маған, ол өңшең еркектер топырлау, ол апармайды да мен. Апармайды, конечно, кімді көрдің футболға қатын ертіп баратқан. Ол қызық та емес, ол кейбір еркектердің өзіне қызық емес. Бару керек, барады. Айналайын қалмасай, қалмай еркектен ешқашан қалуға болмайды. Футбол деді ма, футболға бар. Бильярд деді ма, бильярдқа бар. Боулинг деді ма, боулингке бар. Қызық болмаса түр жасап ал. Күшті түсінетін адам құсап, как будто бір түр жасап алды қасынан. Қызылдап, қақыңдап қалма бүйтіп жүр. Go, деп қойды, көрдің бе? Пас деп. Отыра берсең, саған футбол қызық емес, саған байын қызық болу керек, түсіндің ме? Жібермесе, ол інім болса да, бауырым болса да, еркектің бір өзін жіберме. Манипуляция, жаз. Қойдым қалды. Ау жан, қойдың ба? Қойдым. Есіме түсті бәсе, айтқан екен бұл шай қойдым. Кейін есіме түсіп отыр ғой. Еміс кеп отыр. Шай қоям, бір лимон бірдеңе. Дедің ғой сен. Мен өзім таң қалдым. Шай қою не емес, қиын емес қой. Баяғыдай отын жармайсың, отын тасымайсың, спичкаде жақпайсың ғой. Қазір бір дамыған кез, анам дейді, соған жанып кетеді. Бопты онда мен не қыла берем? Шай қойып не қыла бересіздер ғой? Иә. Не ғой шай қойғанда етті салдың ба? Қандай ет? Ойба! Қандай ет? Ет десті ақ. Әлі ет салған жоқсың ба? Қандай еттері ет қойған мәлесін? Жоқ, қай уақытта піседі енді ол? Есің дұрыс па, қай уақытта піседі ет? Мен айналайын шай қоям десем деген шығар, бірақ ет салам деген жоқ ма айналайын? Ізбасар кеше Садыққа звондап атқан. Қашан Садыққа звондадым мен айналайын? Звондадың ғой Садыққа, сен мені өтірікші болсын. Есіңе түсті ма?
анама звондадың ғой сен. Сөйтіп звондап жатқан кезде айттың ғой сен, онда інім келсе мен ертең картошка қуырайын дедім. Сен айттың, ойбай, сол ауылдан сатып келе жатқан кезде какой-то картошка қуырасың ба? Ет сал дедің. Сөйттім де, ай сен етті дұрыс сала алмайсың. Қазыны салып тұрып, жалжаяны салып тұрып, сүрленген етті майлы қылып тұрып, салып тұрып, асам деп айтқан. Мен Қашан айттым, мен айтқан жоқ. күні кеше айттың ғой сен. Мен айтпай есіме түсті. Мен есіме түсті. Садыққа вообще звондамаған екенмін, оказывается, жан. Мен ана телефонды входящий көрсем, вообще Садық деген не жоқ, ат жоқ қой, жан. Сен шатасып тұрған жоқсың ба біреумен? Сен менікімен звондадың ғой сен. Қашан сен менің ініме единица құртып, менің звондап едің, сен единицаңды жалпы қыласың ғой, сен мен інім болғасын бердім ғой, Ізбасар. Вообще, нағыз кітапхана екенсіздер ғой. Суперсіз. Бірақ сіз сияқты болам деген қайда бізге бір ай болды енді үйленгенімізге. Білесіз ғой, оңашада кинотеатрға барайық десем апармайды. Ютубтан көр, Гуглдан көр, телевизордан көр деп. Кино? Ерунда ғой кино деген, ерунда нәрсе ғой бұл. Әшем бүйтіп айналдырып болатын нәрсе ғой, айналайын ау. Үйренсей. Ау жаным. Ет сап қойдым. Сап қойдың ба? Қамырын өзің жаятын шығарсың, мен жаным машина. Жаям деп айтып қойған. Мен айтып қойсам деп өзің қой деп жаймақпын ау мен. Мен сенің айтқан нәрселеріңді ғана айтам ғой. Далада жүрейші мен. Курткам таппай жатырмын мен. Сен өзің оны Садыққа беріп алып, менен сұрап тұрсың. Қашан Садыққа куртка бердім мен? Мен дұрыс па сені Садыққа бергенлес? Кеше алған курткам Садыққа берді ме мен? Қашан Соны білдім ғой, мен соны білдім ғой. Сен білгенде енді беріп алып маған айқайлайсың сен. мен қашан айқайладым мен жаным? Мен жаным бірақ жалғыз курткам ғой, жұмысқа жемпірмен барам ба? Ешкі дұрыс па сен? Қашан бердім? Сен неге? Вот мен соны айттым, сен звондап. Не айтпайсың, не айтпайсың? Сен мен ұрса бересің ғой, сен ұрса Мен жалғыз курткам не yapsam? Вот мен соны айттым ғой, сен звондап атқанда айттым. Әй, Ізбасар, ол сенің жалғыз куртка, ертең жұмысқа жемпірмен барасың ба деп едім. Мен ба еркек, сен ба өзім курткам, өзім білем, қысқа киіп кете бер. Ойында ештеңе жоқ, кетті де кетті жоқ. Неге кетіп қалса шешіп алмайсың ба? Менің жынды екенімді білесің, шешіп алмайсың ба? Бұл жынды, бұл ер басқанын білмейді. Қой ұят болады деп шешіп алмайсың ба? Өткенде ініме берген куртканы шешіп алған қосаң, сөйтіп шешіп алмайсың ба сен де? Сол кезде сен ренжідің ғой, сөйтіп ренжитін шығар деп қорықтың ғой. Ізбасар, сен неғып сөйте бересің сен? Қорқайын дедім мен. Өйтіп істемеші жаным сол. Не ғой? Қой. Ізбасар? 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 Жаным сол, Ізбасар. Андай ғой, сен бүйтші. Сенен қорқайын дедім, сен жаман ұмытып бара жатсың да, есіңнен шықпай тұрғанда, сен кешке қаншашада шығатынымызды айтып қойсай, алдын ала бүйтіп дайындалып, киініп отырайын да, әйтпесем шок болып қаласың, тағы қайыққа барамыз деп ұмытып қала бересің ғой. Қашан шығамыз? Ұмытып қалдың ба? Жоқ. Қашан шығамыз? Қаламыз. Қашан? Ертең шығайықшы, бүгін жасап тұрмын жаным машин. Ертең не бар, сен бүгін дедің ғой. Бүгін деп қойдым ғой. Сен билет алмағансың ғой сен. Билет алғам. Онда қазір шығайық, самолетке үлгермей қаламыз жаным машин. Ертерек шық. Самолетте не бар, самолетпен бармаймыз ғой. Пойызбен барасылайық онда, я? Пойызбен сен өз кино қалдың ба? Кино демейсің ба біз, я? Алдың ба? 4 билет алдық. 4, Ізбасар, сен келінді қыдырып бәріміз деп айттың ғой. Қыдыр алып. Есіңе түсті ма? Есіңе түсті ма? Түсті, я. Нана, билеттерді реттеп келесің. Реттеп келсі соны. Мақұлма? Аха. Вообще мен сіз сияқты болам. Суперсіз, супер. Қазір ше ол ютубтан, интернеттен іздей бастайды қандай кинолар шықты деп ше қазір. Өзі білмейді ғой өйткені. Сен бүйтші, ана телефонды ал да, ана бір жерге қоя сал. Не үшін? Сол, қазір көресің. Келіп қойып қояды. Ойбай, жаман дірілдеп жүр, көп нәрсе айтып қойдым ау деймін. Жаным сол, Ізбасар. Кешке шығамыз. Алып қойдым бәрін. Кеше алып қойған ғой, соны қадағалатынды. Сол ғой, сосын жаңағы ана күні сен айттың ғой. Не ол? Не іздедің? Мен жаңағына бұл жерге телефонын қойып ем бұл. Ойбай, Ізбасар, телефонды бұл жерге қойған жоқсың ғой сен. Жындысы ма, мен жерге қойдым телефон білем. Әй, сен қойсаң тұрмайды ма енді? Жоқ қой. Қай жаққа қояды бет? Оля, сен неге айқайлайсың? Білмеймін ғой, сен бұл жерге қойған жоқсың ғой, сен бұл жерге қойған жоқсың ғой, сен қайқа қойдың сен? Ана жерге Жездем мына жаққа қойдыңыз ғой, мен көрдім жаңа. Зарядкаға қоям деп сен қойдың ғой? Иә, өзіңіз қойдыңыз, мен көрдім. Қой? Ойбай, емделесің ба? Бірдеңе қылшы, Ізбасар.
Жаным сол. Бәрі жақсы ма? Я сен ана телефонды неге зарядкаға қойғаныңды білесің ба? 8-ші марта алып берем деген бриллиантты көріш дедің ғой сен. Бля, үзбаса. Есің дұрыс па? Қандай бриллиант алма сен? Бриллиант несі тақтың? Бля, мен келінмен мақтанып қойдым ғой сен жаңа көрсетейін дедің ғой. Иә, айттым. Есіме түсті оны бір. Әперем, кел. Келесі жылы әпермесек, менде биыл ақша жоқ. Есің дұрыс па сен? Келесі жылы машина әперем дедің ғой сен. Бля, үзбаса, ай. Ойбай, жаным. Не айтып отырсың сен? Жоқ, машина істейсің. Есің дұрыс па соңғы күн көріп жатқанда машина істейсің? Қандай машина айтып отырсың? Мен ғой сен айттың ғой. Сен артыңды ұра бермесін, сен мен бір күні мен ұмытып қаласың. Сен үйде жүрген деп сен айттың ғой. Естімей ма? Айттың ғой сен кеше бриллианттан кейін келесі жылы машина әперем дедің ғой. Есіңе түсті ма? Есіңе түсті ма? Түсті. Оны келесі жылы әперем, бірақ биыл әпере алмаймын. Келесі жылы путевка дедің ғой. Қайда путевка тағы да? Таиландқа путевка. Бля, үзбаса, сен ұмытып қала бересің. Өз-өзіңе қарашы, мен қорқайын дедім. Сен бір күні мен ұмытып қаласың сен. Вообще супер. Сіз сияқты болам барлығын жазып алдым. Бүкіл арманыңыз орындалып жатыр ғой. Бір жылға обеспечу. Кереметсіз ғой вообще. Ох, кейде өзім жаным ашып кетеді. Иә. Бля, Вообще, диванды. маған телефоныңызды бере тұрыңыз. Ше, мына ала ғой. Садыққа звондап алайын. Ана диванды бар емес, бая айналып жүр, ана участка келейінші мен. Аха. Шай қойдың ба? Шай қоясың ба? Шай қойшы. Алло, Садық? Футбол бітті ма? Футболдан кейін базарға барамыз деп едің ғой? Жаңа айттың ғой маған? Әпшеңіне бір қап картоп сияқты тастап кеткен кезде айттың ғой? Әпшең көзінше айттың ғой жаным? iPhone 15 алып беремін базарға барып деп. Мақырге. Бұл 14 қыз кезімдегі ғой, ескіріп қалды ғой. Айлығыңды алғанша жартылай төлесең болды, алдын ала төлемін ше? Ой, сен айлығың түсем дегенше қазір. Кел. Садық. Кімді көрмедік ба? Әпшеңді көрмедік ба? Қазір ас үйге қамыр илеп, дайындап жатыр. Құдайға шүкір өзі илесін. Қазір ақша табамын. Жезе, футбол бітіпті да, Садық 200 мың теңге қарыз екен, соны бере салсыншы деп жатыр сізге. Асығып тұрмыз. Бір ай алдын алған едіңіз ғой, жүзде мен өтірік айтпаймын ғой. Иә, алғандар сен. Есіңізде ғой, Есімде, иә. Соны қазір бере салсаңыз, тез асығып тұр еді. Дүкендер жабылып қалмай. Сен телефон. Сен телефон берді. Садықтың өзіне жіберейін, Иә, өзінің Каспийіне жібере беріңіз. Қазір мен көйлекке түсірем. Қалай жасау керек екенін көріп алмақпын ма? Қарлығаш. Сізге әңгіме емес қой. Қарлығаш. Вообще. Не қышы? Менде ақша жоқ, сені Каспийіңнен аудардым. Садыққа кетті 200 мың теңге. Садыққа неменеге аудардың? Садыққа 200 мың қарыз екенбіз ғой, біз соны келін сұрап тұр, менде ақша жоқ, сенен аудардым 200 мың Садыққа. Садықтан қашан алдың? Алған жоқсың ғой сен? Алды деп тұр ғой, маған алды деп тұр ғой енді. Қашан алдың? Қаяқтан білейін қашан алғанды? Алды деп асты. Қашан алдырсыз же Садық? Жүсі Алдын ала төлемін жасаса, жүзден берген ақшамен, қалған несиен ініңіз төлеп тастайды. Арманымды орындап ше, манипуляция. Келін патша? Айналайын, ондай манипуляцияны әрі қайсысы өз байына жасаймыз деген. Сен мен байымда нең бар сенің? Онда жүздеме. Айналайын, бір өзім жетіп жатырмын оған. Өтірік деп айтамын да жүздеме бәрі. Оғай, сен шанта. Жүріңіз жүздеме, өтірік деп айтамын. Ақшауын таңғы есіме салды, біз айтқан әнді сырдың бойындағы жас болып тамды, мұң шеруайым бәрі жазғы ақшауын, жазғы ақшауын оятты мені,
оятты мені қағып тереземді оралды кері сол кеш сол өзенді ақ жауын жазғым дертімді жазды тербетіп сазды тұнық тырсылымен үндесіп назды жүрек дүрсілімен жазғы ақ жауын жазғы ақ жауын оятты мені оятты мені қағып тереземді оралды кері сол кеш сол өзенді кетсең де шалғай сезімді балдай ұмыта алмай еріп елжіредім амал бар қандай айтшы сен жүрегім жазғы ақ жауын жазғы ақ жауын оятты мені оятты мені қағып тереземді оралды кері сол кеш сол өзенді оралды кері сол кеш сол өзенді Алло? Алло, балам, Ау, мам? әкең айт. Өтірік оқымысты болып, кітапты құшақтап, балшиып, жалпиып отыра бермей, қайта-қайта қылқылдатпай, шайын ішсін де. Алло, алло, папа? Не болды? Қайдасыз? Отырып қой. Былшиып. Мама сіз шайға шақырып отыр ғой, шайға барсаңызшы.
Мен есіне түсіп қаптым ба? Шешең айт. Рахмет шайға. Тойдық шайға. Өзің отырып, жалғыз өзі отырып, терлеп кеп, рахаттанып отырып, ішінші. Айтшы шешеңе. Ау балам, Мама, папа жұмыстан кешіп келем, өздерің іше беріңдер дейді ғой шайды. әкең айт. Дастарханның басында отбасы болып, бірігіп отырып ішкен шайда береке бар екен де. 3 күннен бері қаным түшпей, шайын ішсін де. Шешең айт. Со берекені қашырып жүрген кім екен, а? 3 күннен бері а десең бұ деп, бұ десең а деп. Айтшы шешеңе, берекені алмай, мына үйдің берекесін алмай, мына адамның берекесін алмай. Мен ба сендердің адесі бұдып бұдесе адып, алфавит айтып, миларымды ашып жүрген мен екен ғой. Енді кім? 3 күннен бері бұлай айтсаң, олай қисаясың, бұлай айтсаң, олай қисаясың. Адамды айтып өлтірсей, не болса да айтып өлтірсейші. Не болды? Тауып алыз. Қайт табам. Мен қай жермен палашып табам. Екеуіңіз бір жерде отырсыздар ма сонда? Жағаласпай құр бар. 3 күн деп тек. Не болды? 3 күн бұрын тойға бардым. Нормально шықтың. Қалаған көйлегіңді алдың. 2 күн, 2 түн ұйықтамай, 2 сутка ұйықтамай, таксоватет таққан ақшамды бардың да жарты сағатта бетіңе жағып шыға салдың. Үндемедім. Кірдік, адам құсап тойға кірдік. Бәрі нормально. Бір қарағанда әйтеуір жүзіңде нұр барды. Құдалар сөйлеп болғаннан кейін қараған кезде, сол кезде бетін қисайып, бір көзің батысқа, бір көзің шығысқа қарап тұрған. Не болса да сол құдалардың тосында болды. Не болды, айтшы. Өтім жарылып кетсе де айтшы. Жоқ, сенің жаңғақтан аллергияң бар еді ғой? Ал, бар. Бар ғой білесің. Yok istesem жаңғағын теріп тастап, салат істесем жаңғақтарын теріп тастап, ойбай аллергия, көзім ісіп кетеді, бетім ісіп кетеді, арқам түсіп кетеді. Білесің өйді бар ғой аллергия. Бар болса, құдашаның берген закускісінде, мына вилкада, жапырақтардың арасында, мынандай жаңғақтарды, вилкасымен қосып жұтып қояйын деп отыр едің ғой. Аллергияң не болды? Тоба. 1000 адамдық тойхана. Құдалар төрде отыр. Сен мына аяқ жақта тұрсың. Вилкідегі жаңғақты қайтып көріп қойдың сен? Көрем. Ол жер жаңғақ қой. Тас жаңғақ болса да бір жаңғақ. Сенің аллергияң жаңғақ ажыратып қалыпты ма? Қап. Жұпар. Айналайын жұпар. Біз құда күтіп атыр, дұрыс па? Нағашыңның құдасын күтіп атыр. Құдашыға енді ал деп закуска дайындадық. Алыңыз алыңыз деп ол маған дайындады. Онда тұрған не бар? Онсыз да сен айтқаннан кейін тойда ешкіммен билемейтін болдық қой. Билесек де 1,5 метр расстояние ұстап жүреміз ғой. Қалтамда линейка жүреді қазір менің. Карантиннің қақаған карантинде өйтіп мен расстояние ұстамаған мен. Айналайын. Ана берміз бар. Құдашаны көріп, 1,5 емес анау. Құдашаның өзі нандай где-то 80 расстояние. Бір ма? Екіншіден, 300 адамның ішіне сенен басқа құдашаны күтетін адам таппай қалдың да. Вай, екі мұрты екі жағынан жыбырлап, әшейінде үйде бел ауыратын, зыпың ет. Көзің жайынып, құдашаға. Мен байқұс қой, вай, балашағаға жетсін деп өзіме қимаймын. Мен сол құсап бағаш балашағадан жырмай аузыма әдемілеп прическа жасатып өзімді күтіп, фитнеске барып жылтырақ көйлек кисем, мен де құдашадан мың есе әдемі болам. Бат. Балашаға деп жүр. Жұпар осы балашаға жүріп қой, бізде балашаға деп жүріп қой. Балашағаның қабы деп мен де мені қой, бұтымда бір шалбардан басқа түгім жоқ. Бұны жуып қойсаң кепкенше тұр жалаңаш отырамыз. Жүріп қой бізде балашаға деп. Балашаға? Сен балашаға демей-ақ қойсың, балаңның қаншада екенін білмейсің ғой сен? Білеміз. Қаншадан? Білеміз. Қаншада? Жігіт болып қалған. 11 оқитын да, мектептің 11 оқитын. Жасы 25-те жұмыс істейді. Қой?
Өтіп баратқан заман. Бала шаға дейді. Сен бала шаға үшін сен не істедің? Ей, сен не істедің? Ойбай мынаны. Ой, не істемедім мен? Вот сен маған не істемедің? Не істедім? Сен бала шаға үшін не істедің? Ой, не істедім ба, не істемедім ба? Дұрыс қой сұрағым. Адам жындығым ай. Жүріп қой бала шаға деп, азаннан қара кешке дейін ешек боп. Мен де жұрттың еркектері ұқсап, өзімді ойлап, өз жағдайымды жасап жүрсем болмай ма? Мен ана достармен бірге балыққа барып. Мен солда басқа баратында жер жоқ екен. Жүрсем болмай ма мен де адам ұқсап, жүрім ғой ешек боп. Вот жүрсің. Көрдің ба? Азанда кетесің, кешке келесің. Азанда кетесің, кешке келесің. Азаннан кешке шейін бір талдың көлеңкісі жатып келіп жатқан жоқпын ба мен? Ешек боп жұмыс істеп жүр. Сонда мен ғой жұмыс істемей жатқан. Менің жұмыс істемейтінді бетіңе басып отырсың ғой. Мен үйде түк істемеймін ғой. Жұмыстан келесің, тамақ істеулі, кір жуылы, үй жинаулы, мал саулы. Мен түк істемей үйде жатып алайын. Ойбай, сен тыныш бол, соның бәрін мен істейінші мақұл. Сен тыныш болсын. Мен ақ істейінші соның бәрін. Сен еші сен істеген жұмысыңды маған міндет қылайын дедің ба? Не істейміз ба? Болды, түсінікті. Бәрі бітті, түсіндім, болды. Ажырасам. Кіммен? Сенімен басқа кіммен? Айналайын, жұпар кешірші. Енді айып етпеші, болып қалды енді осында. Енді ажырасам демеші, айналайын, кешірші мен деп жалынат деп тұрсың ба саған? Ажырасамыз болды. Мен де болды, ажырасып екеуміз екі жаққа кет. Жүрмейін ба мен де рахаттан, балыққа бар, жүрмейін ба мен де? Болды, ажырасайық. Болды, ажырасам. Ақым десе, нем бар десе, сонша пәлен жылында саған қор қылып, ай, мынандай қатын, жаман байға. Кім жаман бай? Сен жаман байсың. Ей, жұпар, ойлан, өкініп қама. Ей, сөз бар қазақта. 50-ге толған еркек қыз алу мүмкін дейді. 50-ге толған қызды кім алу мүмкін дейді, ей. Жұпар исің аңқып қамасын, жұпар ау. Жұпар исің аңқымай қамасын. Қатынның 40-тан кейін қылығы шығады деген так что. Араласпаймын да сенімен. Ана менің баламмен қызым болмағанда сенімен таныспастай едім. Ей, просто әйелің болып қалдың, айтпасам, вообще араласатын адам емессің, сен білдің бе? Араласпай-ақ қой. Болды, ажырасайық. Ажырасам. Екеуміз екі жаққа кетейік. Бүгіннен бастап бір-бірімізді танымаймыз. Сен мына жаққа кет, мен мына жаққа кетейін. Көшеде көріп қалсаң амандаспа. Түсіндің бе? Бір-бірімізді танымаймыз. Бүгіннен бастап болды. Болды. Ашайшы естіп отырсыңдар ғой. Ой, анау тыңқылдап тұра ма, ашсайшы. Извините, молодой средний человек. Я вас не знаю. И чужими мужиками я не разговариваю. И вообще, вы не имеете права на меня орать, голос повышать. Хорошо. Молодая старая женщина. Хорошо. Не болды, тыныш па? Не болды көш? Соны сіздерден сұрайын деп жатырмын, тыныш па деп. Не болды? Ана көршілердің чаты бәрі шулап жатыр ғой. Тыныш па, не болып қалды да? Екеуі ажырасатын болды ма, ажыраспайтын болды ма деп. Сол 9 этаждың бәрі естіп қоймаған шығар еді. Сен де ана дуалдан естіп алып бәріне жайып отқан. Өйбе, мен не күнәм бір? Өкімет үйді сөйтіп салып берсе өлеміз, бәріміз естіп отырық қой. Мына балдарға күлкі болып, мына жасқа жеткен кезде. Өбесі, көршіден ұялғаннан ажыраспай жүрмін. Әйтпесе бір күнде тұрмас еді. Бәріміз де сол көршілерден ұялып жүрміз. Әйтсе давно ажырасып кететін. Не қылса бізден ұялмаңыздар, әрекеттеріңізді жасай беріңіздер. Ой, ят болар еді. Не қылатын болдыңыздар? Ажырасатын болдыңыздар, ажыраспайтын. Ажырасамын. Көршіңе қарайын деп отқан жоқпын айналайын. Айта бер болды, ажырасады екен, бұл жол точно ажырасады деп. Айт. Көршілердің бәрі ответ күтіп отыр да қазір. Айта бер, сені ұятқа қалдырмаймыз, ажырасамыз. Екі сөз сөйлейді екенсіз де қалмасын. Ертерек ажырасасыздар ғой.
Көршілер мына екеуі ажырасатын болыпты. Не қылса жақсы адвокат досың бар? Не қылам сенің досыңды? Ойбай, көрші ертең ажырасқаннан кейін үйдің біраз бөлігі өзіңізде қалу үшін әрекет жасамайсыз ба? Адвокат керек қой. Мықты адвокат керек. Оймай, сендер бізді қатты уайымдап жүр екенсіңдер да тек, ә? Уайымдап. Адвокат сотыңды дайындап. Ертең мына ажырасқаннан кейін үйді арзында оқып беріп жіберетін шығарсыздар. Не қыз сатып алам. Сәттілік ажырасыңыз. Әпке, сәттілік. Бұл үйді сатып алып сен де ажырасып кетерсің. Рахмет көрші. Уайымдағандарыңа. Ал. Енді бүткіл көршіден ят болмасын, ажырасайық. Ажырасам? Сен мен тұрып деп тұрсың ба? Ажырасамын. Все. Бопты, ажырасып көрейік ал. Байғұс. Арза болсаң. Давно ажырасып кететін ем. Ана баламды ойлағаннан жүрдім. Біз де балашаға деп жүрміз. Балам әкесіз өспесін. Әкенің тәрбиесі керек қой балаға деп. Ана ел жұрт күтпесін деп сөйтіп жүрмін, айтсам ажырасып кетер ем. Бәл бізде сол балашаға деп жүр. Солар уайымдап қала ма? Әкесі қап кете ма деп, шешесі қап кете ма деп. Ал шай ішіп алыңыздар ма, шамаңыздар ма сол күйі? Отыр. Взрослый әңгіме бар сенімен. Айтпа балаға, травма қыласын. Сен точно 25-тесің ба? Иә? Өгіз бопсың ғой сен де? В общем, былай бала. Енді кімнің басынан өтпей жатыр дейсің? Екінің бірінің басынан өтіп атқан жағдай. Сен ертең ойбай деп, жылап, уайымдап, арақ ішіп қуып кетпе. Ішкеннес? Депрессияға түсіп. Қазір түсінбесең де балам ертең қатын аласың от. Менің жасыма келесің. От сол көзде мені түсінесің. Әкем байғұс, бекерден бекер шырылдамаған екен ғой деп сол кезде ай менің жағдайым түсінесің сен. Вот сол кезде түсінесің. Шешем байғұс бекерге жыламаған екен ғой дейсің. Сені қайт түсінеді, байға тиін деп атқан жоқ қой. В общем, былай. Шешең екеуміз ажырасатын болдық. Бүгін ертең ажырасамыз, 3 күнге шыдай алмаймыз. Ажырасам десеңіздер, маған бәрібір. Қалай бәр? Ажырасам десеңіздер, ажыраса беріңіздер, мен қарсы емеспін ешқандай. Шешең екеуміз ажырасайын деп отырық деймін саған. Түсініп отырмын, ажыраса беріңіздер, ешқандай қарсылығым жоқ баба. Ойбай, айттым ғой, ана өзі депрессия. Не айтып, не қойғанын білмейді жаным. Ишак! Разводимся! Ой, пускай разница жоқ баба. Жоқ, қараңызда, мен ес білгелі таңның асы кештің батысына үйді береке жоқ. Ұрыс керіс айқай шу дұрыс па? Үйді бір-біріңізбен қиналып өмір сүргенше екеуіңіз екі жақ кете беріңіздер. Біз енді өз күнімізді өзіміз көреміз ғой ары қарай. Біз үшін қиналып өмір сүрмей қойыңыздар, ажырасып, емін еркін қалаған өмірлерін сүре беріңіздер. Саған жүде өзіңше ақыл кіріп қапты ғой, Ал ажырасып кетейік екеуміз екі жаққа. Не істейсіңдер, күндерің не болады, Аштан өлесің ғой. Папа, мен 400 мың теңге айлық аламын ғой, неге сіздер мен ақшама күн көріп отырсыздар ғой? Азаннан кешке дейін жұмыс істейсің. Ана үйді кім жинайды? Ал! Ана кірді кім жуады? Ал! Тамақты кім істейді? Тамақты дастарханға алдырамыз, кірді стиралға саламыз, үй жинайтындарды шақырамыз, болды ғой. Ишак, ертең қатын аласың. Құдалар келеді. Не әкең жоқ, не шешең жоқ. Тұрасың ба бір өзің сопсый? Ой, ол кезде хабарласамыз ғой. Екеуіңіз екі жақтан келесіздер, тойда бірге тұрасыздар, тойдан кейін екеуіңіз екі жаққа кетесіздер. Оның үшін ана келіндеріңіз айтқан ғой, ата-енем мен тұрғым келмейді, бөлек тұрайықшы деп, соған как раз дұрыс болды ғой. Ойбай. Ажырасып өзіммен өзім. Көрдің бе, жұпар? Балаң айтып отқан? Көрдің бе? Біз мынаны ерге ұлы өсірдік деп мәз болып жүрміз. Ей, сен білесің бе? Айранда үйіп отқан семьяны бұзып отырсың сен қазір, білесің бе? Кім бұзып отыр? Сен! Мен бұзып отырмын ба? Енді кім? Тып-тыныш отқан жерімізден кеп, ажырасыңдар деп. Мен айттым ба ажырас деп сіздерге? Бұған қарасам мұны мойындамайды ғой ше. Мен айттым ба сіздерге ажырас деп сонда? Кім айтты енді? Сен неменеге әкеңге өй деп сөйлесің? Сен неге әкеңге дауыс көтересің? Ойбай, сен кімсің? Өсіп қалдың ба әкеңе дауыс көтеретіндей? Тамырлар жуандайын дегенде бұлардың. Шешеңді ойласаң қайтып. Мына белка мен стрелка бәле болған жоқ маған? Ойбай, сені мойнына салып өсірді. Түн ұйқысын 4 бөліп бақты ғой сен, Ойбай, сені оқытам деп азаннан кешке дейін жұмыс істеп жүретін сенің. Ешек болдық қой саған, ешек. 15-ке келгенше, аяғың жалбырап жерге жеткенше иығымда отырды ғой мен ешек болдық қой саған.
Есіңде ме жұпар ана бір ой сол күні аяз болды қатты аяз еді арқалап кетіп бара жатып бір уақытта ойбай иығым жылып кетті деп бұтына жіберіп қойып еді ой ада тамақ жемейтін бәледей бұлай тамақ жең салмайды деп есіңде ме сені әкең тамақтандырады алдандырып ана жұмыстан шаршап келсе де ұйықтамай атаң үшін гаражда ана вертолет келе жатыр атаң үшін бір қасық әжең үшін бір қасық деп тұрып ішкізетін еді ғой сен есіңде ме жұпар ана бір кесе күрішті жеп қойып мұрнынан 1 килограмм күріш алып қой Ажыраспайтын болдыңыздар ма? ажырасам неменеге ажыраспайды екен қайтып ажыраспайсың туған балаң ажырас деп отырсың мен айттым ба соны оңбаған сен бала асырадық деп мәз болып отырмыз нағашына тартқан оңбаған әкем айтып еді осы балаға жалғыз бала сен бе ертең бір қатынның соңынан кетеді әлде де болса қызың сені ойлайды қызың сені уайымдайды деп еді вот саған ұқсаған жаман жері болса нағашы жақсы жері болса қаны иә өзіңе ұқсаған бір қатынды құшақтайды да кетеді ертең мен де сол қызымды ойлағаннан ажыраспай жүрмін қызға баба ата енесі бетіне баспасын ана әке шешең ажырасып кеткен деп ана күйеу бала күйеуің сенің ана әкең жоқ деп төбесін теспесін деп соған бола жүрмін айтады Қарындасымды айта алмай жүр негізі сіздерге. Ол да қарсы емес ажырасам десеңіздер. Өздерің қалаған өмірлерін сүре берсін деп жатыр. өзі айтты ма Иә? Ол біз үшін қиналып өйтіп өмір сүрмей қойсын дейді. атамды ауылдағы атамды уайымдаймын вот содан ажыраспай жүрмін атам демекші көкем қайда жүр айтпақшы қайда атаң Шахмат ойнауға кетіп еді аслында. шайын ішті ме в общем былай проблема өзіміздікі өзіміз шешеміз көкеме білдірмейік түсіндіңдер ма өз кемпірінен айырылып жарым жан болып жүрген кезде жүрегіне жүк түсірмейік ештеңе білдірмей проблеманы білдірмейік ауылға кетсін тыныш қана атаң айтып қойма Бірақ ажыраспай қалмаңыздар, ажырасыңыз. ойбай ажырасам, бір күн бірақ атаң айт. керек еді жаман ойбай көп жаса қалаға әбден үйреніп алған соң үйде отырмайтын болыпсыз көке ана паркке барып біраз шалдармен шахмат ойнадым дұрыс 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 мынау не безеріп отыр сөйтіп безеріп жаратылған ғой безіретіп қойды да бір адамдар сен не бетің дірілдеп отыр неңіз бар бетімде бет болғаннан кейін жыбырлайды да ұяты бар бет болғаннан кейін жыбырлайды ұяты жоқ болса безеріп отырар еді анау ана жақты неғып сүмірейіп тұр сендер мен жақтырмай отырған жоқсыңдар ма жоқ қайтам қойыңызшы қайдағыны айтпай жақтырмаған несі просто ана балаңыз бүлдіріп келіп отыр бірдеңені не бүлдірдің ойбай бірдеңе десе менің балам сөйлемеңдер менің балам тиіспеңдер деп әбден есіртіп жібергенсіз балаңыз не бүлдірдің деймін саған айранда үйіп отқан семьяны бұзып отыр балаңыз мен сізге айтайын Ата жұмыстан кезіп еге ұрыспаған, ажырасамыз деді, қарсы емессің дедім, болды. стукаш неден саған оңбаған сен бізді ажыратқаныңмен қоймай әкемді өлтіріп кетейін дедің ба сен қой ата ажыраспаймыз әшейін жыламаңыз көке ажыраспаймыз әшейін айтамыз да сіз тұрғанда қайда барамыз ажырасып қуаныштың көз жасы ғой балам шалыс естіп қалдыңыз ау деймін ана келіңізбен мені ажырасайын деп жатыр дейді сізге соны естіп тұрмын қолдарың жаңдар сендерге бата берейін екі жақтан бақыт қызсыла көке батасы несі ауылда не ат болады естіген ел не дейді жұртта не дейді деп айтпайсыз ба ауыл аймақ бота тайлақтың бәрі сендердің ажырасуларын күтіп отыр қой мына халықтан ұят мына халық не дейді ел не дейді елге бола жүрмін халық та сендердің ажырасуларын тілеп отыр бұл жерде уайымдайды түгі де жоқ көрдің ба жұпар ауыл аймақ көрші қолаңды айтпай ақ қояйық міне қасымызда жүрген туғандарымыз біреу балаң біреу міне менің әкем көрдің ба осылар бізді ойлайды деп тұрсың ба жұпар екеуміз бір бірімізді ойламасақ бұл үйде басқа бізді ойлайтын ешкім қалған жоқ бұлардың бәрі көрдің ба ажырасыңдар деп отыр бізге ажырасудан не үшін қорқасыңдар ажырасудан қорқып тұрған жоқпыз
Мына туған әкемнің ажырасыңдар деп тұрғаннан қорқып тұрмын мен. Ай, ажырасыңдар, ниеттерің қабыл болсын. Мені ажыратып жатсыздар ма сіздер? Екеуміз де ажырасыңдар деп отыр. Ойбай, маған ажырас дейтінде кімсіздер сіздер? Неменеге ажырасады екен мен? Ойбай, тапқан екенсіздер. Мына сізге ерекскенде, мына саған, мына қызыма көрші көлемге ағайын туыс, мына халыққа елге ерекскенде ажыраспаймын. Вот. Ойбай, көке. Бұл жаман ерекседен. Таканса ерекседі бұл. Молодец. Ей, келін, сен мына жаман байды таста, жаман байды таста. Саған да бір жалпақпас жол қар. Сен де мына келінді таста, саған да бір сопақпас жол қар. Кімнің байы жаман? Сен байың. Менің байым жаман деп тұрсыз ба? Ойбай, жаман да болса байым. Бұндай жаман бай кімде бар екен, жаман бай тау басына өлі жүді тапқан екенсіңдер. Ойбай, айналайын ішпейді, жекпейді, азаннан кешке дейін жұмысқа барып келеді, түзу қайтады. Жаман бай осындай кімде бар екен? Құдайға, ойбай, мен ажыраспаймын, сіздерге керексізгенде ажыраспаймын. Тақанса жапсып жүрем мен. Сен бүйтші, жұмыстан келгеннен кейін еркексің ғой, ештеңе істеме. Келгеніңді міндет қылып, тісіңді шығып, төрде жатшы. Сөйтті сосын. Қыдырсай сен, қыдыр, гуляй, балыққа бар. Вот, бүгіннен бастап балыққа бар, еркек құсап жүр. Ойбай, жаман бай деп, жаман байымды ешкімге бермеймін, ажыраспаймын. Тақанса өмір сүрем. Вот. Көке, мына менің қатыным ба, тосын, а? Сенің қатының. Болды ғой, айтқаның істейміз ғой, Жұпарау. Болды. Сіздерге ерекскенде өлгенше ажыраспай жүріп аламыз ал. Бүйтіп жатып өлеміз ал. Пиғылдарың белгілі болды. Көрдің ба? Ажырасам деген сөзді өлгенше естімейсің. Көрдің ба? Туғанымыз деп жүрміз, семья деп жүрміз, үйде тек шорты. Мына екеуі жабысып қалды ғой. Екеумізді кінәлі қып кеткенше, ата. Онсыз да біз ғой кінәлі. Бірақ сен мына сіздің планыңыз күштеген, ата. Мен план, гитлерский план ғой, жаным ау. Айтпесе сәл бірден болса ажыраспашты, анаған бір жалынасын, аған бір жалынасын. Көршінті жіберген мен ғой, кеп кетті ма? Көрші деген? Бұларға 20 жылдан бері ойбай ажыраспа деп жалынып келе жатыр. Тақтын өзгертіп еді, результат көрдің бе? Бірақ ата, мынау папа екеуіңіз ше негіз бір папам сізге тартпаған, Екеумізде ұқсамайды ғой сізге. Екеумізде екі түрліміз ғой. Қандай сонда? Оның разницасы менде қатын жоқ. Ертең сен де үйленесің, үй боласың. Ол саяқ сылдырламай тұрмайды ғой. Біреуің ашылған қызды, біреуің басылсаң, үйде береке болады, түк те болмайды. Мысалы, сен үйленесің. Келін ашыланады ғой. Сол кезде сен басыласың, ештеңе кетпейді. Сосын келін ашыланады ғой. Сен ашыланасың ғой. Сен ашыланғанда сен басыласың. Түсінің бе? Болды көке. Махаббаттың түзін заңын мені мәңгі бағаласаң, сезімімнің берін бәрін
жүрекке айла Құдаша қыз маладая Билеп шықтым ортаға қарай Құдашаға құшақ жая Ей қарындас есімің қалай Ара Гая Есімің Балқадиша емес Балқия Құдаша билейікші кел бір парқия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Балқия Есімің Балқадиша емес Балқия Құдаша билейікші кел бір парқия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Балқия Балқияғы серінің балдай Махаббатқа жүрегім мас Бара жатыр теңеуім қалмай Алма мойын қиылған қас Сені сүйсе Балқадишаны Сені сүйдім Балқия жан Сыйға тарттым мен падишаны Танцуй мадам Есімнің Балқадиша емес Балқия Құдаша билейікші кел бір парқия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Балқия Есімнің Балқадиша емес Балқия Құдаша билейікші кел бір парқия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Балқия Есімнің Балқадиша емес Балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Балқия Есімнің Балқадиша емес Балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Балқия Ассалаумағалейкум Алматы. Шымкент шоу театрының концерті құтты болсын. Баршаңыз аман болыңыздар. Көп рахмет. Жаным, мен бәрін біліп тұрмын, мен соның бәрін бүгін айту керек па? Сәл кішкене жүре тұрайықшы. Жан, қанша жүреміз тағы? Жүретін жер қалмады ғой. 12 жыл болды ғой жүргенімізге. Айтасың бүгін. Не деп айтам? Бұрын соңды қыздың қолын сұрап көрмегім. Қиын ештеңесі жоқ. Әкеме барып көзіне тіке қарап қызыңыздың қолын сұрай келдім дейсің, болды. Бере ма? Иә. Тәуекел. Үйленсек, үйленейікші. Оның үстіне бүгін әкемнің мінезі өте жайлы болып жүр. Анаммен сөйлестім. Мысық сияқты жайлы деді. Әкең мінез мысық болып жүр ма? Болды. Айтасың, е жан? Айтам. Сен болды. Үйленсек, үйленейік. Семья болайық, жанұя болайық. Нар тәуекел. Тәкел! Анау ма мысық? Анау ма мысық? Анауың арыстан ғой? Жан, әкем арыстан болса, сен жолбарыссың ғой. Жан, айтасың. Үйленбей ақ қойықшы. Мақұл,
үйленбей ақ қояйық, 12 жылым далаға кетсін. Сұлтанға тигенімде 12 жылда 10 бала туатын бедім бәлкім, е? Айтпашы сол сұлтанды, айтпашы. Сол сұлтанды айтсаң менің аллергиям келеді. Жарайды, айтпаймын онда. Сен же айтса, әкеме бір ауыз сөз. Әкеммен бірге тұрмайсың ғой, жаным, бір ауыз сөз, өмір бақи бірге боламыз. Ана кісі сөйлесуге мүмкін бе өзі? Мүмкін, бірақ ауыз сөз ғой, көзіне тіке қара. Өзі смелый жігіттерді ұнатады әкем, ой, нағыз жігіт деп. Қиын емес қой? Жарайды. Онда сұлтанға тие берейін. Айтпа сұлтанды, бол, сұрайым. Айтасың, е? Айтам. Неғып жүрсің? Автобус күтіп тұрмын, автобус. Тен атылан батай? Темел. Тен атылан батай тен. Атуын тұпан ақыл дот дейді. Ақылыңа ақыл қот дейді. Табылтақта табылты бұт ал алтын. Табылдың бал алтын дейді. Қадақтың төді. Тен маған не дедің? Магайдіңе ба дедің, тұтпа? Мен магайдіңе бадым, ал дедің, алдым, тұтпа? Не дейді маған? Дәдән, мен саған не алып кел дедім? Қаймақ? Мен саған қаймақ емес. Қайрақ алып кел дедім, сволочь. Қайрақ! Мен магайдіңе бадым, қаймақ ба дедім, қаймақ ба ғой, маған не дейтінен? Сен неге қайрақ деп айтпайсың? Мен тілім юға келмейді ғой, не деймін менен? При чем тут ю? Бұл жерде ю деген сөз жоқ. Қайрақ де! Қаймақ? Ыр де! Ю? Бәлеу, сволочь! Мен әкеп берейін бе қайрақ? Есікті жауып кел. Дәдән! Не бот? Шай алып кел. Қантау? Дәдән, мен саған шай алып кел дедім. Қанта таяп келем. Дәдән, екі шай алып кел. Екінті кімге? Екіншісі қонаққа. Қан қонақ. Ат ботын, дайтып ал. Дайттен көңілің дай дейді қадақ. Ат ботын. Дәдән, саған қанша шай алып кел дедім. Ектай? Неге маған алып келмейсің? Теудің бұл қонаққа деген доқтың ба? Екіншісі маған ғой, сволочь. Ай бе, тонда менде аудоқты мен тайып бейім да.
болды? Сен сұлтанға күйеуге тие бересің ау деймін. Жан, айтпадың ба? Бір ауыз сөз айту қиын ба? Сөйлесу мүмкін емес ана кісімен. Мақұл, мені сүймейді екенсің, сұлтанға тиіп бақытты. Сүйетіме күмәнім болмасын. Бірақ ана кісі сөзге келмейді. Точно сен бермейді. Жаным, бірақ ауыз сөз айтшы болды, өмір бақи бірге боламыз. Қиын емес қой. Жаным, арланым менің. Тарланым менің. Айғырым менің. Айғырым менің. Жолбарысым менің, батырым. Арыстаным менің. Арыстан болшы. Арыстан ұят қой мына жерде. Бір рет арыстан болшы. Ұят қой көп. Енді бір рет. Мен қалап тұрмын. Мен қалап тұрмын. Арыстан болшы. Арыстаным менің. Арыстаным менің. Иттері қыңсылап жүр ма? Жөніңді айт бала. Неге жүрсе? Неге жүрсің? Мен сізге келдім. Қол бар ма? Жоқ, мен қол сұрап келдім. Мен 12 жыл болып жүргеніме. Мен алдыңызға мен сені сүйем. Ой. Жоқ, түсіндірем. Сен немене қыздың қолын сұрап кеп тұрсың ба? Алайшы. Я батаңыз. Не дай боқ. Сенің сұрап келген қызың біздің районнан емес па? Не дай боқ біздің районның қызы болса, екі яғыңды мұна балтамен шабамсып алыш. Қай район? Ташкент жақтығы. Слава Богу. Районның қыздарын қызғанып тұр, мынаның қызын қайтып сұраймын. Не дай боқ, біздің районның қыздарына бөтен еркек аттайтын болса, отвечаю, мұна екі қолын шауып, қолдарын жаққа айналдырамын. Жоламаңдар біздің районға. Сіздің көшенің? Немеле? Көшенің асфальт жоқ деймесін. Сен біздің көшенің қызына кеп тұрмын дейсің ба? Сразу айтпайсың ба? Түсіндім, балам. Сәрсенбай марқұм менің көршім. Ол маған көрші болып келгенде Ташкенттен көшіп келген еді. Сен соның қызы Глафираны сұрап тұр екенсің ғой. Қазір алып келем. Глафира! Қаяқта Глафира? Жетіскен екенбіз. Көке, тимеймін дедің ғой, қойыңызшы. Менде сезім бар ғой, көке. Сенің жігітің келіп тұр деймін. Өзім жігітім бар, көке, тимеймін. Тиесің. Қойыңыз, көке. Смотри на него. Мынаған ба, көке? Иә. Тием, көке. Тием, көке. Иди сюда. Бала, ол Глафира. Сәрсенбай марқұм маған не только сосед, ол маған дос болды. Он был мужик здравый, он отвечал за свои слова. Маған өзінің қызын аманаттап кеткеннен кейін Глафира менің де қызым. Отвечаю, бір тал шашы жерге түсетін болса, я тебе своими руками буду убивать. Жақсы көресің ба? Маған бәрібір, көке. Сен жақсы көресің ба? Жақсы көресің ба? Жақсы көрем.
Глафира, ке. Қолынан ұста. Сен осыған тұрмысқа шығасың ба? Маған бәрі көке. Давай осы жерде уәделесіңдер. Мақырға не сұрайсың? Toyota Camry көке. Отвечаешь, Toyota Camry. Бақытты болыңдар. Мен көршілерді шақырып, сенімен таныстырамын қазір. Рахмет көке. Рахмет көке. Не вот сонша көзің алақаннан шығып кетті ғой. Сен миың ашып қалған ба? Мен қарлығаш түсетін білесің ғой сен. 12 жыл болды, бүкіл аула біледі ғой. Немнеге жетіп келдің сен? Ой, білеміз, жүріп атқанды. Бізді атастырып қойған. Білесің көкемді, мінезі қандай екен. Таза жарты бас қой. Айтқан сетпей қоймайды ғой. Лучше сағанда совет Нұрекше. Көкем айтқан істеген дұрыс сағанда. Бекерге өліп кетесің Нұрекше. Маған да ескертіп қойған. Ей қыз деген, осыдан менің сөзімнен шығатын болсаң, ана денеңдегі кожаңды сыпырып алам деді. А я не хочу жить без кожи. Зато бақытты өмір сүреміз. Кетші бар еді. Біздің де Құдайда үмітіміз бар. Басқа жерінен сұрап үмітіңді. Қойшы Нұрек, осындай қыласың ғой. Мен сенің қолың сұрап. Жезденің қасына жайғасып апсың ғой, Глафира. Не істеп тұрсыңдар? Жаным айттың ба? Қандай жезде? Ужың байын деп сөйле. Осы сенің әзілдерің бітпейді, Глафира. Қойшы пранк-сранктарыңды, жан, айттың ба? Ой, ешқандай пранк емес. Сенбей тұрсың ба әпше? Айтшы Нұрек. Рас па? Иә, әпше. Әпше? Қалай әпше? Көкем келе жатыр. У нас радость. Вот. Глафира тұрмысқа шығатын болды. Не басыңды шайқайсың? Ты же не рада, что ли? Мен. Сен де шығасың. Әлі саған да келеді. Принц на белых коне. Сені де алып кетеді. Не переживай, доча. Сен де бақытты боласың. Келді ғой сол бүгін. Мен қолымды сұрап келді ғой. Ол мені жақсы көреді ол. Мені. Кім? Ол мені Кім жақсы көреді? Дедін. Дадон! Ты чё, Дадон? Сен менің қасымда жүріп, менің қызыма көз салып жүрсің ба, сволочь? Қарлығаш, сені оқыттым, шоқыттым. Сенің таңдағаның Дадон ба? Жоқ, әке. Жоқ, ол мені сүйеді. 12 жыл менімен жүрді ол. Кім? Ол мені сүйеді. Кім сені сүйеді? Мен мұнан сүйем. Ол наны сүйем деп тұр ғой. Жоқ, әке. Глафираны сүйеді, доча. Өтірік айтып тұр, ол мені сүйеді. Қалай ол сені сүйеді? Мен. Сен онымен жүрдің ба? Я, мен де оны сүйемін. Ол сенімен жүріп, Я. и Глафираға үйленіп аттырма, сволочь! Я, әке, түсінбей қалдыңыз, әке, ашыламас, әке. Дада! Срочно алып келіп әріп! Өзім қолыммен бұны өзім өлтіремін, сволочь! Иди сюда! Әке, ашыламаңыз. Айтсайшы бір ауыз сөз. Басыңды еспейді. Басымды кессеңіз кеспаңыз. Мен қарлығаш түсем. Біздің жүргенімізге 12 жыл болды. Бізге ақ батаңызды Ты беріңіз. что говоришь, сволочь? Бізге ақ батаңызды беріңіз. Папа. Ты что говоришь? Той! Мен осы уақытқа шейін бір ер бала папа деп атамаған. Папау. Бақытты болыңдар. Мен сендерге тек қана бақыт тілеймін. Алтынам, екеуіңнің мен тек осылай жүргендеріңді, осылай бақытты болғандарыңды қалаймын. Доча, соңғы рет айтшы. Сен осыны жақсы көресің ба? Я, әке. Жақсы көресің ба? Көке, бұдан да Глафираңыз тәуір ғой.
Тече менің қызымнан. Sen жақсы көресің. Сула ала жүдеп суda. Sen жақсы көресің ба? Sen жақсы көресің ба? Мен жан тәніммен сүйем көке. Папа. Вот махаббат. Махаббат деген биік тас. Оған ешкім шыға алмас. Тұға-тұған тек қана қол татқан некдат. Бақытты болыңдар. Біздің ауылда болмаған той болады енді. Өтті счастливы. Бүкіл ауылды шақырған той жасайды. Кидала десе жарты бас. Адам махаббатмен ойнап. Тентек боқуат мана байға тінді атматын. Мен тедім деге таптама, мен махаббатын онамататын, Тен дақ көтін білетін ғотын, Маған не дейсің, Дадон, көріп отырсың ғой? Көкем айтқан істеп жатырмын ғой. Көкем айтқан екі етамайсың ғой, білесің ғой, Дадон. Ренжіп қалдың ба не? Қанайтны? Ренжімеші, Дадон. Бұдан ке вообще қайталамайым ше. Аласың ғой мен, Toyota Camry әпересің. Тума пен Toyota Camry. Бөля хотя бы Opel әперші, Дадон. Солайсың мүмкін, үміт үзбей келем. Қайтып келердей бір күн, неге сүй берем мен. Қайт оралшы бағыма менің, ұя салған қарлығаштай. Бір өткізген тәтті кездерді сол, не көрінді сағынбастай. Сен сағындың ба, берелік мұңға, уақыттың заңына бағындың ба. Сен сағындың ба, жүректі тыңда, мен әлі ойыңда бармын ба. Мені қалдырдың жалғыз, байлап жаныма мұң. Әлі жүректе барғыз, сені сағынамын мен. Қайт оралшы бағыма менің, ұя салған қарлығаштай. Бір өткізген тәтті кездерді сол, не көрінді сағынбастай. Сен сағындың ба, берелік мұңға, уақыттың заңына бағындың ба. Сен сағындың ба, жүректі тыңда, мен әлі ойыңда бармын ба. Сен сағындың ба, беріліп мұңға, уақыттың заңына бағындың ба. Сен сағындың ба, жүректі тыңда, мен әлі ойыңда. Сен сағындың ба, беріліп мұңға, уақыттың заңына бағындың ба. Сен сағындың ба, жүректі тыңда, мен әлі ойыңда бармын ба.
бақыты бармысыздар, көптен көрмей қалдық сағынып. Баршаңызбен амандасып, қуанышпен қадам басып, Шымкент шоуым келді тағы да. Келді тағы да, аңсап сағына, тыным бермей алып ұшқан сағыныш жанға. Жапалағына, махаббатына, көрерменнің қатасықты сағыныш жанға. Шалқар шабыт, мол махаббат, жылу жарық, тек сендерден жиған жанымыз. Ағайындар жаны көктем жылайын алып, тағы жеткен құтты болсын мейрамдарыңыз. Келді тағы да, аңсап сағына, тыным бермей алып ұшқан сағыныш жанға. Шапалағына, махаббатыңа, көрерменнің қатасықты сағыныш жанға. Біз келдік қайтып, әніміз айтып, көтеруге баршаңыздың